құрметті балалар, бүгінгі қазақ тіл сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыз сан есімге арналады. Сабағымыздың мақсаты: сан есімді дара және күрделі, есептік және реттік түрлеріне ажырату. Бүгінгі сабағымыздың дескрипторы: сөйлемнен сан есімдерді тауып, дара немесе күрделі екенін ажырату. Және есептік және реттік сан есімдерді еске түсіру. Балалар, сендерге сан есімнің не екені белгілі болу керек. Сан есім дегеніміз заттың санын, ретін білдіретін сөз табы. Біз оларға қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қоямыз. Және біз сендермен сан есімнің есептік, реттік болып бөлінетінін білеміз. Есептік сан есім қанша, неше сұрақтарына жауап береді. Мысалы, 1, 30, 7. Ал реттік сан есім нешінші сұрағына жауап береді. Мысалыға, 2-ші, 6-шы, 7-ші. Балалар, реттік сан есім бізде ыншы, інші, ыншы, інші жұрнақтары арқылы жасалынады. Жаңа сабағымызға келдік. Сан есім, балалар, тек қана реттік есептік емес, сонымен қатар дара және күрделі сан есім болып бөлінеді. Дара сан есім бір сөзден тұрады. Мысалыға, 5, 10. Ал күрделі сан есім 2 немесе одан да көп сөзден тұрады. Мысалы, 17, 350. Ал балалар, бүгінгі сабағымыздың тапсырмасына көшейік. Бізге балалар Мұзафар Әлімбайдың өлеңі берілген. Қазір мен сол өлеңді оқимын, сендер мұқият тыңдаңдар. Сосын тапсырма орындаймыз. 5 жасынан ат жалында ойнаған, ақ шабақша ертіс бойын бойлаған. 7 түнде 500 қойдың түс кейпін, 5 саусақтай түгендейтін түстейтін. Мен баласы даланың, кең далама тартып туған баламын. Міне балалар, енді осы өлең бойынша сан есімдерді тауып, олардың дара және күрделі екенін ажыратуымыз керек. Қанекей, көрейік. 5. Жақсы балалар, бұл дара ма, күрделі ме? Я, әрине дара, себебі бір сөзден тұр. 7. Я, дара сан есім. 500. Дұрыс айтасыңдар, күрделі сан есім, себебі 2 сөзден тұр. Және 5. Бұл бізде дара сан есім. Бәрекелді балалар, мінекей біз өлеңнен сан есімдерді тауып, олардың дара және күрделі екенін ажыраттық. Келесі тапсырмамызға көшейік. Ал енді балалар, мұнда жазбаша жұмыс. Сендер мұнда берілген сан есімдерді топтарға ажыратып жазу керексіңдер. Біздің топтарымыз дара сан есім және күрделі сан есім. Қанекей, көрейік. 3, 9, 57, 4-ші, 60, 48, 1009, 400, 5-ші, 600. Қанекей, енді өзімізді тексереміз. Дара сан есім 3, 9, 4-ші, 60, 5-ші. Я, себебі бұлар бір сөзден тұрған сан есімдер. Дұрыс айтасыңдар. Келесі күрделі сан есім 57, 48, 1009, 400 және 600. Бұлар бізде күрделі сан есімдер. Себебі 2 немесе одан да көп сөзден тұр. Балалар, тағы да бір ескеретін нәрсе, күрделі сан есімдегі сөздер бөлек жазылады. Неге? Көріп тұрсыңдар өздерің. Осыны естеріңізден шығармаңдар. Балалар, жақсы сабағымызды қорытындылайтын болсақ, бүгін біз сендермен сан есімнің дара және күрделі болып бөлінетінін білдік. Дара сан есім бір сөзден тұрса, күрделі сан есім 2 немесе одан да көп сөзден тұрады екен. Жақсы балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.